сәлеметсіздер ме? Бүгін голубцы жасаймыз. Бұл әрі тиімді, әрі оңай тәсіл. Ол үшін бізге бір орташа 40 қабат, жарты килограмм сиыр етінен жасалған фарш, жарты кесе күріш, бір орташа сәбіз, бір орташа пияз, 2 лавр жапырағы, бір үлкен қасық томат, бір үлкен қасық тұз, бір кішкене шай қасық қара бұрыш және 50 граммдай сұйық май қажет болады. Жарты кесе күрішімізді шалап пісіреміз. Пиязды майдалап тураймыз кубиктар. Енді ыдысымызға фаршты саламыз. Жарты келі фаршымызды саламыз. Шала пісірілген жарты кесе күрішімізді саламыз. Пияздымыздың жартысын саламыз, жартысын подливке салдырамыз. Бір ас қасық тұз саламыз. Жарты шай қасық бұрышымызды саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Егер тұз, бұрыш жетіңкіремей тұрса, оны әркім өз қалауынша салуына болады. Жақсылап араластырамыз. Әдемі фарш шықты. 40 қабатты пісіретін суымыз қайнап жатыр. 40 қабатты жудым. Енді пышақпен мүмкін болғанша ортасын алып тастаймыз. Сонда пісіп жатқанда жапырақтары оңай алынады. Немесе алмаса да болады, алынбаса. Бірақ осылай кесілгені дұрыс. Сонда жапырақтар өзі оңай түсетін болады. Қайнап жатқан суға капустаның кесілген жағын төмен қаратып саламыз. Қайнағаннан бір 15-20 минуттай қайнатамыз. Сәбізімізді теркадан өткіземіз. Бұл подливке. Дайын болған фаршымызды тоңазытқышқа қоямыз. 40 қабаттың беті жұмсара бастағанда ақырындап ала бастаймыз. Кімге қалай ыңғайлы солай алуға болады. Мынау бағанағы кесілген жағы. Жапырақтарды ақырындап жинай бастаймыз. Жақсы болып пісті. Капустаның мынандай қаттылау жерлерін алып тастаймыз жапырағынан. Бұларды мен подлестеп жатқанда подливке майдалап турап жіберемін. Езілмей жақсы болып пісті. Пісіп жатқанда езіліп кетпегенді қадағалау керек жапырақтың. Дайындалған фаршымызды тоңазытқыштан алдық. Енді бір үлкен қасықты жапырағымызға саламыз. Енді әдемілеп ораймыз, конверт сияқты. Әдемі шықты. Осылай ары қарай жалғастыра береміз. Бір үлкен қасықты аламыз. Әдемілеп саламыз жапырағымызға. Әдемілеп ораймыз.
Міне осылай кете береді. 50 грамм сұйық майымызды құйдық. Подливымызды дайындаймыз. Майға жуаны сәбізімізді қуырамыз. Әдемілеп, бұрышталып, тұздалып қуырылды. Енді дайын болған голубцымызды әдемілеп саламыз. Қандай тамаша. Әдемі. Бұл орташа капустадан бір 16-17 дана шықты. Голубцыйды пісіру үшін алдында капустаны пісірген суымыз бар еді. Сол суды қолданамын. Сонда дәмдірек болады. Су мынау голубцыйдың бойынан шамалы сәл ғана асу керек. Бойымен болса да болады. Осы жеткілікті. Тұз бен бұрыштың болуы артықтық етпейді. Мен сорпасына да сәл, бұл енді әркім өзінің қалауы бойынша дәмдірек болу үшін саламын. Бұрыштан да аздап саламын. Егер тұз бен бұрыш баппен салынса, ешқандай дәмдеушісіз-ақ тамақ тәтті болады. Енді судың қайнағаннан бастап есептейміз, 40 минутта дайын болады голубцыйымыз. Пісіп жатқанда лавр жапырағын жуып саламыз. Артылған капустаны тушит етуге болады. Морковь қосып, томат қосып, жуа қосып, ол да бір тағам болады тәтті. Голубцы дайын болды. Дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.